Барлықтарыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер стикерлерді анимациялауды үйренеміз. Ол үшін бізге InShot бағдарламасы керек. InShot бағдарламасына кіреміз. Видеоның үстін басамыз. Новыйды басамыз. Жоғар жағында фото дегенге барамыз да кез келген фотоны таңдаймыз. Төменгі жағында галочка бар, соны басамыз. Мінекей фотомыз жүктелді. Ең төменгі жағында стикер деген тұр, соның үстін басамыз. Тағы стикерді басамыз. Сол жағынан санағанда екінші картинаның суретін басамыз. Выберите из камеры ролл дегенді басамыз. Ол жерде өзіңізге ұнаған кез келген PNG форматындағы смайликтерді Google-ден скачать етіп алуларыңызға болады. Мен өзіме скачать етіп алдым. Неке қазір мына смайликті таңдаймын. Не таңдалды. Енді осы смайликті анимациялау үшін төменгі жағындағы выделить етіліп тұр, көріп тұрған шығарсыздар. Сол смайликті оңға қарай тартатын боламыз. Фотомен бірдей қылып, және де изменить деген тұр, соны басамыз. Основной петля деген шықты. Осының ішінде петляға барсақ, смайлик қозғалатын болады. Мінекей. Осылай жасауыңызға болады. Осылай жасауға болады. Неше түрлісі бар. Кез келген өзіңізге ұнайтын кез келген біреуін таңдап алсаңыз болады. Қазір мен мынаны таңдап алайын. Және осы қозғалыс жылдамдығын өзіңіз қалағандай тез болмаса жай етіп жасауға болады. Ол үшін неке секунды көрініп тұр. Жоғары жағында соны бассаңыз, өзіңіздің қалағаныңызда етіп жасап аласыз. Бұл картина, бұл стикер онша қажет емес. Сіздерге үлгі ретінде көрсетіп жатқаным. Қолыңыздың көмегімен стикердің көлемін кішірейтіп, болмаса үлкейте аласыз. Және оны фотоның кез келген жағына қойсаңыздар болады. Бетіңізді жауып қойсаңыз болады, егер фотода суретіңізді көрсеткіңіз келмесе. Енді сохранить етеміз. Галочканы басамыз. Қосайық. Мінекей осылай тұрады. Сохранить етеміз. Жоғары жағындағы стрелканы басып, сохранитті басамыз.